Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен жеміс-жидектер мен көкөністердің ағылшыншасын үйренетін боламыз. Бірінші ол бізде жүзім ағылшыншасы grapes, banana, banana, lemon, limon, apple, алма, pear, алмұрт, cherry, ол бізде шие, strawberry, құлпынай, watermelon, қарбыз, melon, қауын, oranges, апельсин, avocado, mango, coconut, кокос, peach, шабдалы, apricot, өрік, mulberry, тот, kiwi, бізде қазақша, pineapple, ананас, pomegranate, ол бізде анар, lime, ол лайм, бұлардың жаңағыдай тропикалық жемістегі жатады. Vegetables, яғни көкөністер, potato, ол бізде картоп, dill, укроп, parsley, петрушка, onion, ол бізде пияз, pepper, бұрыш, pumpkin, асқабақ, carrot, сәбіз, cabbage, капуста, орамжапырақ, tomato, қызанақ, cucumber, қияр, garlic, чеснок, сарымсақ, mushroom, гребе, яғни саңырауқұлақ, corn, жүгері, брокколи, ол бізде брокколи болады, түрлі түсті капуста дейді ғой, radish, редиска, beetroot, ол бізде қызылша өте пайдалы көкөністің түрі, eggplant, ол бізде баклажан, қазақшасы баялы деп аталады. Мына жерде сосын достар көптеген шөптер, яғни көптеген пайдалы өсімдіктердің түрлері, көкөністер, өте көптеген салатқа қосуға, кез келген тамақтың дәмін келтіруге арналған пайдалы көкөністердің түрлері көрсетілген. Өздеріңізге қажеттілерін түртіп жазып алсаңыздар болады. Ал достар, осымен бүгінгі сабақ тәмам. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сонымен қатар менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Себебі сіздерге бұдан да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сіздерменен оқыған озат YouTube каналы. Сау болыңыздар, білімдеріңіз арта берсін.